Қайырлы кеш, тікелей эфирде өмірдің өзі, студияда мен Айсұлу Қасымова. Қазақстан Халқы Ассамблеясына 30 жыл толды. Мерейлі дата құрметіне барлық өңірлерде ескерткіш тақта ашылып, достық пен жасампаздықты паш еткен шаралар бастау алды. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің құттықтауында бұл институттың ел дамуындағы рөлін ерекше атап өтті. Біздің өңірімізде де 35-тен астам этнос өкілдері аймақ дамуына өздерінің үлесін қосып келеді. Олардың арасында жалынды жастарды бүгінгі хабарымызға қонақ етіп шақырдық. Арнамыздан ажырамаңыздар. Бүгінгі студиямызға өздерінің өнер білімімен, қоғамдық белсенділігімен көрініп жүрген ассамблея жастарын бүгін біз қонаққа шақырып отырмыз. Таныс болыңыздар. Менің сол жағымда Аделина Финансова, Назарбаев зияткерлік мектебінің 9 сынып оқушысы. Одан кейін Павел Благов, IT саласының маманы, және де Исмаил Махадинов, Қорқыт Ата университетінің студенті, және де Елена Пак, ассамблея жастары қоғамдық бірлестігі облыстық өкілдігінің жетекшісі. Альфия Шайхуддинова, 5-ші мектеп лицейінің мұғалімі, және де Евгений Благов, IT саласының маманы. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Мереке қалай өтті? Ассамблеяның 30 жылдығы. Көптеген шаралар болды. Сіздер белсене қатысып ортасында жүрдіңіздер сол шаралардың, өте қуаныштымын сіздермен бүгін кездескеніме. Енді бірінші сұрақ осы Елена өзіңе арналады. Өзің осы 21 жылы президентіміздің пәрменімен елімізде осы ассамблея жастары қоғамдық бірлестігі құрылды. Және оның өкілдіктері барлық аймақтарда құрылды. Сол өкілдікке өзің жетекшілік етіп келе жатырсың. Өздерінің осы облыста атқарып жатқан жұмыстарың туралы айтып өтсең. Ең алдымен баршаңызды 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Облыс көлемінде үлкен шаралар өтті. Соның басқасында осы ассамблея жастары да белсенді түрде қатысып келеді. Барлығымыз білетіндей 2021 жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен осы Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанынан ассамблея жастары ұйымы құрылған болатын. Яғни бұл Қазақстан көп ұлтты мемлекет, бір шаңырақ астында көптеген ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады, тату-тәтті. Соның жастардың біріктіру мақсатында осындай ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестігі ашылды. Бізде де Сыр өңірінде ассамблея жастары белсенді жұмыс атқарып келеді. Қазіргі таңда 100-ден аса жастар, әртүрлі ұлттардан құралған жастар басын біріктіріп отыр, және 6 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Әрине, оның ең бірінші бағыты тіл, мемлекеттік тілді насихаттау, және де ұлттық құндылықтарды дәріптеу, және тарихи нысандарды аралау деген сияқты әртүрлі бағытта жұмыс атқарып келеміз. Елена, өзің айтып кеттің, мемлекеттік тілді насихаттау деген. Осы ретте, осы сіздердің қоғамдық бірлестік жанынан қандай да бір үйірме немесе курс дейміз ба, жұмыс жасай ма осы басқа этникалық топ өкілдеріне осы мемлекеттік тілді қазақ тілін оқыту бойынша? Енді бізде Қызылорда облысында Сыр өңірінде 98% қазақ халқы тұрғаннан кейін мемлекеттік тілді көбісі этнос өкілдері арасында жақсы меңгерген деп айтсақ болады. Бірақ алайда жастар арасында мемлекеттік тілді үйрену курстары да достық үйінде жұмыс жасап жатыр, тегін курстар. Ол қазақтың ақындары, ұлы жазушылардың өлеңдерін жаттау арқылы мемлекеттік тілді бір әдемі мемлекеттік тілдің әдемілігін өздерінің бойына сіңіріп, осылай мемлекеттік тілді насихаттап жатыр. Курс, тегін курс өтеді дедің, жаңа аптасына неше күн болады, қалай өтеді? Аптасына 2 күн. Қатысушылар көп па? Негіз қызығушылық танытып отырғандар көп па араларыңызда? Әрине. Өте жақсы. Және де осы сіздердің жұмыстарының бағытының бірі осы жастарды әлеуметтік қолдау деген бағыт бар екен. Сол бағытта қандай жұмыстар бар? Бізде жастар медиа, social ассамблея деген бағыттар бар. Және біз осы соңғы 2 жыл көлемінде
өз еліңді таны атты жобаны іске асырып келеміз. Яғни бұл Қазақстандағы тарихи орындарды аралау, сол арқылы жастар тарихты біледі және одан әрі сол Қазақстанның тарихына қызыға түседі. Өз еліңді таны арқылы біз Түркістан, Сауран, Сығанақ сияқты көне қалашықтарды барып аралап, осындай қазақтардың жобасы да сіздерде ме? Иә, сол жоба аясында өз еліңді таны жобасы іске асырып келеді. Жаңа өзің жақсы айтып кеттің, негізі сыр елі 98% қазақ тілді өңір болғаннан кейін, шынымен де расымен де бүгін біздің студиямызда отырған қонақтардың дені барлығы да мінекей қазақ тілінде сөйлейтін, еркін сөйлейтін азаматтар. Енді сенің өзіңді алатын болсам, мысалға, Ақмая ауылында туып өстің, Шиелі ауданының, иә? Енді сіздердің ата-бабаларыңыз ертеректе келіп, біздің елге келіп, қоныстанып, содан тарап кетті ұрпақтарыңыз, әулеттеріңіз, иә? Иә, 1937 жылы барлығы осы сыр өңіріне көшіп келді. Мен 4-ші ұрпағымын. Осы жақта өсіп өніп, білім алып, қазір жұмыс істеп жатқан. Менің білуімше, сіздің мамандығыңыз филолог. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетін филология мамандығы бойынша бітірдім. Одан кейін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің пәні бойынша мұғалімдік магистрант. Елена, сізбен әңгімемізді кішкене үзе тұрып, енді менің сол жағында отырған Аделинаға кезек берсем. Аделина, өзіңмен сұхбаттаспай тұрып, домбыра алып келген екенсің, біздің қазақтың қасиетті қара домбырасын өзіңнен бір қонаққа де сұрасақ, бір күй орындап берсең бізге. Жақсы. Қандай күй орындайсың? Балбырауын. Балбырауын? Қас. Керемет. Аделина, күй тартуды неше жасыңнан бастап үйрендің? 12 жасынан бастап үйрендім. Мен Назарбаев зияткерлік мектебіне келген кезде бізде 7-ші сыныпта домбыра сабағы бар. Және Жәнібек ағайды маған домбыра қолына берді. Домбыра қалай ұстау қажет, қалай тарту қажет, бәрі үйретті маған. Домбыраны сіздерде сол кластың сыныптағы балалардың бәрі оқи ма, жоқ қалау бойынша оқи ма? Әркім өз қалаған бойынша оқи ма? 7-ші класста біз барлығымыз домбыра тарту туралы оқыдық. Бірақ қазір біз кім қалды, е? Иә, кім қалды. Қалғандары ауысып кетті домбырадан, е? 7-ші класстан бері, міне 2 жылдан асты, қазір домбыра класына барып жүргеніне, е? Өте жақсы. Жәнібек ағай дедіңіз, е? Музыкадан сабақ береді, ол кісі или домбыра? Домбыра сабағы береді, ал музыкамен бізге жарысқа береді. Домбырадан мектептегі байқауларға қатысып жүрсің ба? Мектепте бізде байқаулар жоқ, бірақ мен мектептегі сахнаға шығам домбырамен. Неше күй білесің қазақтың? Нақты мен 6 күй білем. Қандай күйлер? Біріншіден бұл Балбырауын, Алашым ата, Ерке сылқым, Адай және Нәрағашы и Көңіл толқыны. Өзің ата-анаң туралы айтып кетсең, үйде де домбыра тартасың ба? Иә. Отырыстарда, үйде туған күн, мереке. Ата-анаң кім болып?
Қандай ұлт? Орыс? Менің анам метиска, ол жартылай қазақ, жалтырай орыс, ал әкем орыс. Және үйде біз негізінде менің отбасым музыкамен қатты айналысады. Әкем гитара тартады, және үйде мен домбыра тартамын, ал әкем гитара тартады сол. Екеуіңіз дуэт болып домбыра мен гитарада өнер көрсетесіздер, иә? Бауырларың бар ма үйде? Иә, кішкентай інім бар. Қазақша сөйлейсіңдер ма үйде? Иә, сөйлейміз, бірақ көбінесе біз орысша сөйлейміз. Өте жақсы. Сенің қазақша білгеннің өзі сенің бір ұпайың ғой, иә? Осы өмірдегі алып тұрған үлкен бір жетістігің, иә? Домбыра тарту білесің. Өскенде енді мектеп бітіргенде осы жақын қалды ғой мектеп бітіруге. Кім болғың келеді жалпы? Болашақта мен дәрігер болам деп шештім. Себебі менің ойымша біздің өмірдегі басты мақсаты бұл басқа адамдарға көмектесу, және адамдарға дос дегендей біз басқа адамдарға көмектесуіміз қажет, және дәрігер бұл ең маңызды мамандығының бірі деп ойлаймын. Сол себепті мен дәрігер боламын деп ойлаймын. Өте жақсы. Құрметті көрермендер, енді біздің студиямызда ағайынды Евгений және Павел Благовтар отыр. Ағайынды, қош келдіңіздер, Евгений, Павел. Сіздер де осы өз орталарыңызда өте қазақша сөйлеп, осы қазақтың тілін насихаттап жүрген азаматсыздар, өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Және де осы сіздерге сұрағым, IT саласының маманы екенсіздер, осы мамандықты қалай таңдадыңыздар, өздерінің жүрек қалауларыңызбен келдіңіздер ғой. Қазір енді өте топ мамандық қой бұл мамандық. Енді кішкентай кезінен бастап өте қатты компьютерге жақын болдық. Содан кейін мамандық таңдауға уақыт келген кезде сотып таңдап кеттік. Әкелерімізді де IT жағынан да бәріміз. Содан компьютер болған, компьютермен үйреніп болдық. Қызықты өздеріңізге, иә? Кішкентай кезінен бастап шоқып жүрдік қой компьютермен. Сіздер қазақ мектебінде оқыдыңыздар ма? Жоқ, аралас. Қай мектепте? 112-ші мектеп. Молдағұлов көшесінде, Шанхайда. Алия Молдағұлов атындағы мектеп. Орыс классында оқыдыңыздар. Мектептегі балалармен бірге сөйлесе жүріп? Иә, әрине, біз енді Шанхай деген район бар, біздің Қызылордада, сояқта өмір сүрдік. Далада енді әрине қазақша сөйлеп кетесің. Сондай болды ғой. Достарымыз қазақ қой. Өте жақсы. Өздеріңіз үйленгенсіздер ма? Үйленгенбіз, иә. Иә, қазақтан қыз алмадыңыздар ғой? Жоқ, мен әлі үйленбегенмін. Онда саған ұсыныс береміз, бір қазақтың әдемі қызын алып, әрі қарай қазақ тілін дамытып, әрі қарай. Енді осы қазір көп жастар қазір осы IT саласына барғысы келеді ғой. IT мамандығын алғысы келеді. Сол жастарға не айтар едіңіздер? Мамандықтың қиындығы, жалпы қызығы туралы. IT маманның шеттері өте көп. Бір жағынан компьютердің ішін шығу деген, оның бәрін білу керек адам. Уже вузға түседі, мысалы, бала. Сояқтан бәрін үйренеді. Направлениялары әртүрлі болады. Программа жазады, болмаса системный администратор болады адам. Мықты айтишник болу үшін не болу керек? Мықты айтишник болу үшін бүкіл жақтарды білу керек. Негізі ағылшынша тілді үйрену керек. Өткенде бүкіл ақпарат интернетте ағылшынша. Сіздер өздеріңіз неше тіл білесіздер? 3 тіл. Орыс тілі, ағылшын тілі, қазақ тілі, иә? Өте жақсы. Орталығыңыз бар ғой, сіздердің орталарыңыз, араласатын достарыңыз. Солармен бірге жүргенде осы қазақша сөйлейтін кездеріңіз болады ма? Иә, әрине, бізде орталарымыз интернашнл ғой. Қазақтар да бар, ағылшындар да бар. Сөйлеп кетеміз сөйтіп. Рахмет. Енді біздің ортамызда Альфия Шайхуддинова, 5-ші мектеп лицейінің мұғалімі. Альфия, өзіңіз туралы айтыңызшы. Саламатсыздар ма? Мен негізі мұғалім отбасында дүниеге келген. Мама, папа татар, мен де өзі татар өкілімін. Бірақ
үйде қазақшада орысшада сөйлей аламыз. Мамам мектепте қазір енді зейнетке шықты, мектепте орысшада сабақ беретін, қазақ класстарға да сабақ беретін. Мен де солай қазір мектепте негізінде орыс класстарына сабақ бергенімен, бірақ замен ретінде мысалы қазақ бөлімінің мұғалімі жоқ болса, мен спокойно сол классқа кіріп сабағын түсіндіріп бере аламын. Мектепте мен орыс сыныбында оқыдым. Осипенко атындағы 8-ші мектепті бітірдім. Ол кезде бізде 2-11 класс болды. Бір қазақ класс, бір орыс класс. Әрине ұбт-ға дайындалғанда, выпускнойға дайындалғанда біз 2 класс бір-бірімен араласып, сол мектептен бастап қазақ тілі үйрене бастадым. Және менің үлкен алғысым менің группаластарыма. Себебі мен орысша оқығанымен, орысша ұбт тапсырғанымен біздің топта 2 студент орыс тобына түскен грантқа. Бірақ 2 топ ашылмайды ғой 2 оқушыға. Соған қазақ тобында оқыдым. Сол кезде менің группаластарым менің қателіктеріме күлмей, қайта жөндеп, түсіністікпен қарағанына мен әрі қарай қазақ тілін дамыта алдым өз білімімді. Сол арқылы қазақша жақсы сөйлеймін деп ойлаймын. Енді үйренетінім әлі біраз, бірақ әзірге жаман емес деп ойлаймын. Қазақтың қандай салт дәстүрлерін білесің? Қазақтың біраз салт дәстүрлерін білемін. Мысалы, тұсаукесер деген салт дәстүр, сосын шілдехана, қыз ұзату бар, беташар бар, мысалы, менде 2 балам бар, олар кішкентай кезінде енді жасырып айтқан келеді ғой бір нәрсе, олар түсінбесін деп. Қазақша айтам, мысалы, мен дүкенге кеттім, қазір келем деп. Қазір ол басында түсінбейтін, қазір енді кішкентайым 3-те, үлкенім 5-те, уже олар түсінеді, уже қазақша түсінеді деп айтпай, кішкентай болса да, балдарым қазақшада, орысшада түсінеді. Сөйлеу шамалы қиын, бірақ орысшада тілі енді кішкентай болғасын. Құдай қаласа, балдарымда қазақшада, орысшада. Қазақ мектебіне бересің ғой, Құдай қаласа. Әлі кішкентай балдар, әлі ойланатындай уақытым бар. Бірақ енді өзім орыс мектебінде оқығасын, мүмкін орыс мектепке беретін шығармын деген ойдамын. Бірақ параллельно қазақ тілінде, орыс тілінде оқыта беремін балдарға. Енді Исмаил келіп отыр, университеттің студенті, біздің Қорқыт атындағы, осы ассамблея жастарының белсенді мүшесінің бірісің. Менің білуімше, осы өзіміздің 3-ші интернационал ауылында туып өстің, 3-ші интернационал ауылында 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады, әрине. Салпы негізі салмағы бар ұлттардан түрік ұлты, қазақ ұлты, орыс, өзбек және Әзербайжан ұлты бар. Салмағы бар ұлттар, көп отбасы тұратын ұлттар, ол 5-еу. Әлі білмеген ұлттарда бар шығар мүмкін, бірақ мен білгенім сол 5-6 ұлт тұрады. Енді ол ауылда туып өсіп, тұрып қазақ тілін білмеу енді ұят қой, Қазақ мектебінде, ауылдың мектебінде? Қазақ орта мектебінде, номер 108-ші орта мектебінде оқыдым, орыс сыныбында оқыдым, бірақ параллельный класста қазақ сыныбымен де жақсы араласып, көшеде жүргенде постоянно қазақ достарымызбен жүріп, сол көшеден қазақ тілін үйреніп, қазіргі таңда жақсы сөйлеймін деп ойлаймын. Қазіргі таңда Қорқыт ата университетінде оқып отырған группамда қазақша. Ешқандай минусым жоқ деп ойлаймын, сәл-пәл акцентім болмаса, басқа минусым жоқ деп ойлаймын қазақ тілінде. Ауылда үйреніп келген қазақ тілін, қазақ достарымның арқасынан, қазақтың салт дәстүрін, көп нәрсені қазақ достарымнан үйреніп келген. Көп достарымыздың 75% қазақ қой бізде сол жақта. Основном виде. Өзің енді ассамблея жастарының мүшесі екенсің. Бұйырса студенческий ассамблеяның төрағасы болайын деп отырмын жақын арада. Келесі айдың басында примерно концертіміз болады. Соған біздің ассамблеямыздың үлкендері келіп, сертификатымызды нестеп беріп, сол жақта концерт өткіземіз. Бұйырса келесі айдан бастап студенческий ассамблеяның төрағасы боламын. Сіздерде университетте әртүрлі этнос өкілдері көп па сонда? Қанша шамамен? Сіздерде енді бірлестік құрылайын деп жатырсыз, көп болғаны ғой, студенттер? Чечендер бар, например. Чечен, орыс, Украина бар, қазақтың өзі бар, түрк ұлтынан тек өзіммін деп ойлаймын, пока что басқа түрк ұлтынан ешкім таныған жоқпын. Бірақ
сөйтіп ойлансам бір 10 шақты ұлт өкілдерінен бар шығар деп ойлаймын. Қандай мамандыққа оқып жатырсың? Азық-түлік өнімдері технологиясы мамандығында оқып жатырмын. Қазіргі таңда бірінші курс студентпін. Нешінші курс? Бірінші курс. Белсенді қоғамдық жұмыстарға қатысып жүрген жігіт, е? Қазір Қорқыт Ата университетінде де Қызылордада көп жастар бітіргеннен кейін басқа қалаға кетпей осы этнос жастары болсын Қорқытқа түсіп жатқандар өте көп. Өзіңіз естіген боларсыздар, Сеул Тех ашылды, сондықтан Корей бірлестігінің жастары осы Сеул Техте оқып жатыр. Қорқытпен бірлесіп ашылған жаңа мамандықта. Сондықтан студенческий ассамблея ашылу жоспарлануда. Өте жақсы. Енді Елена өзіңе қайта оралсақ, Елена туралы біздің сыр елі өте жақсы біледі деп ойлаймын. Өйткені мектепте оқып жүрген кезінен бастап үлкен көп байқауларға қатысып, Абайдың өлеңдерін жатқа айтып, сондай көзге түскен қыз. Енді Елена, менің білуімше сен 150 өлеңін жатқа білесің, Абайдың? Көбейттің бе? Жоқ, мектеп кезде жаттадым, сол күйі қалды. 8-ші сыныпта жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін Абай оқуларына қатысып, сол уақыттар аралығында ғана жаттадым. Енді ұмытып қала қоймаған шығарсың деп ойлаймын. Бүгін біздің студияға келіп отырғаннан кейін сол Абайдың бір өлеңін оқып берсең жақсы болар еді. Сұрайық, бәріміз өтініп. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, қор жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қысқаша. Рахмет. Сіздердің қандай өнерлеріңіз бар? Сіздер өлең оқисыз ба? Өлең оқымаймын жоқ. Өнер жаттап алмаймыз. Техника. Қазақша ән білесіздер ма? Қазір жаттау білмейміз. Негізі былай. Қысқаша оқып айтамыз ғой. Қысқаша қосылып айтатын қандай қазақша ән білесіздер? Қосылып айтайық. Евгений. Қазір есімнен түсіре алмаймын. Көп өлеңдер бар ғой. Мысалы, Есте түсіре алмайсың осындай уақытта. ортада отырғанда айтылатын бір әндер болады ғой? Иә, болады. Біреу бастаса қосыламыз ғой. Бір ән бастайық, Альфия. Дауысым жоқ, бірақ бір достық туралы өлең бар еді ғой. Жалғыз бір досым бар екен. Жоқ, мен де ұмытып тұрмын. Іздегенде табылатын. Іздегенде табылатын қасымнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан дейтін, кім бар екен бала күнгі досымнан. Жан досым, үстем болсын мерейін, әр қашан Өлеңге соқ. жеңісіңді көрейін. Қанша өлең айтпаймыз. Жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Евгений, қосылмадыңыз ба сіз? Жаттауға білмеймін осы өлеңді. Білемін, бірақ оны таныс. Енді өте белсенді, осы қоғамда белсенді өздеріңіздің жаңағы белсенділіктеріңмен танылып жүрсіздер ғой. Бүгінгі жастарға, мысалға қазір жастардың көбісі, енді мына жерде Павел мен Евгений отыр, көбісі бізде қазір жастар жоғары диплом алғысы келіп, бастық болғысы келеді, немесе юрист болып, заңгер болғысы келеді, сот болғысы, прокурор болғысы келеді. Қазір енді биылғы жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жатырмыз ғой елімізде. Жалпы осы көзқарасқа, осы мәселеге көзқарастарыңыз қалай жалпы? Жұмысшы мамандығы да жақсы мамандық емес па, егер оны меңгерсе? Әрине. Енді әр адамның өзінің орны болады ғой. Бәрі бастық болмайды осы өмірде. Ең бастысы адам бақытты болса болды. Ең бірінші қол мен мақсатқа жету керек. Алдына мақсат салып, соған жетесің. Сол дұрыс қой.
Бүгінгі жастардың бойында қандай қасиеттер қазір жетіспей жатыр деп ойлайсыздар жалпы? Мысалы, мен шыдамдылық. қазіргі жастар неге үйренген? Мысалы, TikTok қарайды, YouTube қарайды, бір қысқа видеоларды қарайды да, и ары қарай оқысы келмейді. Мысалы, әдебиеттен бір шығарма өтіп жатса, олар біз кезінде мысалы Хрестоматия деген кітап сатып алып оқып сөйтіп жүретін едік. Олар қазір TikTok-тан көріп алады, YouTube-тан көріп алады, сосын ана память ондай қатты дамымайды да. Тек қана бір короткий видеоларды ғана қабылдайды. Ары қарай уже шамалы қиналады қазіргі жастар. Жаңа Павел айтып қалдыңыз, шыдамдылық жетіспейді деп. Дәл сол нәрсеге жаталады ғой, ол балдар қазір 15 секундтық видео көреді, ал егер бір үлкен нұсқа болса, оған уже қызық болмай қалады. Сондай болып тұр ғой. Шамалы адам шыдасын, көрсін, ең қызығын алдыда деген ғой. Сондай. Тағы да қандай бүгінгі эфирге келіп отырсыздар, өздеріңіздің тағы да осы айтсам деп жүрген бір ойларыңыз болса, алдағы жоспарларыңыз, мысалы Лена, енді ассамблея жастарының жетекшісіз ғой. Осы биылға қандай шаралар атқаруды жоспарлап отырсыздар? Енді бізде Қазақстан бойынша Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдық мерейтойы, сол себепті үлкен шаралар, ірі жобалар ұйымдастырылады. Ассамблея жастары Қызылорда облысында алғашқы рет республикалық форум өткізілу жоспарлануда сәуір айында. Біз соған қызу дайындықпен жұмыс жасап жатырмыз. Одан да бөлек қаншама үлкен шаралар болады. Енді бүгінгі эфирімізге келіп, қатысып, ой пікірлеріңізді білдіргендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Әрдайымда осы біздің еліміздің дамуына, гүлденуіне, өсіп өркендеуіне өздеріңіздің үлестеріңізді қоса беріңіздер. Өзіміз өмір сүріп жатқан ортаға, қоғамға тигізетін пайдаларыңыз молынан болсын деп тілек айтқым келеді. Өйткені біз елдің тағдырына әрқайсымыз жауаптымыз, солай ғой? Менің елім, менің Қазақстаным, менің ортақ үйім, жерім деген сияқты. Барлығымыз да сондай жауаптымыз, сондықтан да сіздердің осы елдің дамуына қосатын үлестеріңіз көп болсын. Біздің кішкентай Аделинаға жолы ашық болсын дейміз. Оқуға түсіп жаңа дәрігер болам деп отыр, армандап. Сол арманы орындалсын дейміз Аделинаның. Күй тарту өнерін бұдан да жоғары деңгейге дамытып, үлкен күйші болуыңа да тілектеспіз. Адамға жаңа мамандықтан көпті кетпейді ғой, өнер көпті кетпейді дейді адамға. Сондықтан өнерің өрге жүрсін, Аделина. Сәттілік тілейміз саған. Құрметті көрермен, біз бүгін халқымыздың тілін білу арқылы оның мәдениеті мен ұлттық құндылығына терең бойлап жүрген жастармен пікір алмастық, әңгіме өрбіттік. Бұл өмірдің өзі. Келесі дүйсенбіде жүздескенше.